Көп адамдардың айлығы айлыққа жетпей, қосымша табыс іздеп жүретіндері шындық. Бірақ оларға онлайн жұмысты айтып жатсан, көбісі шошынып қарайды. Неге? Өйткені көбісі кезінде пирамидалардан немесе алданды жобалардан, сондай оңай ақшадан салудан ақшаларын салып, алданып, ұрынып қалған адамдар өте көп. Сондықтан да онлайн жұмысқа сенбей жататындары бар. Енді сіздерге мен Лимон маркетплейс жайында ақпарат беріп кетейін. Яғни бұл жерде сіздер ешкім бұл жерде минусқа кетпейді. Даже любой адам, орын алған адамдардың барлығы табысты болады. Сіз бұл жерде жан-жақты табыстың көзі бар. Соның ішінде бір-ақ табысты айтып өтейінші. Өзіңіздің кабинетіңізде сіз орын алғаннан кейін сілтеме болады. Промокод дейді. Сол промокодпен бір ай ғана бөлістіңіз елдермен. Сол арқылы өмір бойы түсіп тұратын пассив доходқа шығасыз. Бұл өтірік емес. Бұл сондай система. Бұндай шетелде дамып кеткен бұндай системалар. Қытайдың өзінде де қаншама түрлері бар. Миллиондаған түрі бар бұның. Шетелде де өздеріңіз білетіндей Amazon, Costco дегендер 40 жыл, 30 жыл жасап келе жатыр, білесіздер. Жай міне өздеріңіз білетіндей Валберс, Тему, Озондарды да білесіздер. Қанша жылдап жасап келе жатқанын. Тура сол сияқты бұл да маркетплейс. Бірақ ол жақтарда сіздер табыс көрмесеңіздер, просто заказдарыңызды жасап қолданып отырсаңыздар, бұл маркетплейсте сіздер табыс көресіздер. Жан-жақты табыстың көзі бар. Бір табыстың көзін ғана сіздерге айтып тұрмын. Өйткені бұл біздің СНГ елінде ашылғаннан кейін сіздер бұл жерде табыс көресіздер. Қарапайым халықтарға табыс табуға мүмкіншілік беріп тұр ғой. Соны түсініп алыңыздар. Ешкім бұл жерде минусқа кірмейді. Бір-ақ рет орын аласыз, бір рет орын аласыз. И то сол орын алғаннан кейін сізге сол ақшаңызға 2 еселеп, 3 еселеп продукциялармен, керемет подаркалармен сіздің ақшаңызды қайтарып беріп тұр. Сіз мына жерде розыгрышқа қатысасыз. Ең бастысы, сіз пассивқа шығасыз. Соны түсініңіздер. Бұл ақпаратты толығымен біліп алыңыздар, түсініп алыңыздар. Мынандай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Өйткені орындар азайып бара жатыр. Орын саны шектеулі, азғантай орындар қалды. Скоро регистрация тоқтатылады.